Мінекей продуктіге барып келдік. Картошка алдық. Картошканың бағасын көремін деп ұмытып кеттім. Одан кейін пияз алдық мінекей. Жаңағыдай жұмыртқаны басқа магазиннен алдық. Мына жерде бізде алмұрт. Одан кейін барып мындай персик. Төртеуін алдым, алмұрттан үшеу алдым. Кішігірім ғана алдым. Одан кейін перец осындай біреуін. Одан кейін мына жерде алма компотқа. Алма компотқа мінекей осындай біреу. Помидордан кішігірім алдым, өйткені помидордың көбісі кішкене бұзылған екен. Сәбіз, одан кейін қияр мінекей. Осындай. И мына жерде бізде мінекей арбуз и мынандай қауын. Қауынды білмеймін, қандай қауын екен. Мынандай қауын. Жұмсақ қой. И мынандай кішігірім арбуз. Ендігі кезекте сіздермен бірге жақсылап орнына барлығын реттестіріп қоятын боламыз. Негізі овощнойға барған кезде бағаларын көрем деймін да, ұмытып кете беремін. Әйтеуір сол жаққа кірсем болды әйтеуір. Есімнен барлығы шығып кетеді. Шын айтқанда, ол жақта өте адам көп. Бізде негізі ең негізгі точка сол жер овощной. Бұрындары кішкентай болатын, жаңдай далада магазинде сататын. Қазір ең үлкен жаңдай овощной сол. Бұрындары поликлиника сол жақта болатын. Енді врачтар, өте адамдар көп өтетін, медсестралар барлығы кешке таман үйлеріне граммдап болсын, әйтеуір килограммдап болсын сол жерден алатын. Сонымен жаймен үлкейе бастадым. Біз де сол жерден уже үйреніп қалғанбыз, кішкентайымыздан сол жерден алып келе жатырық. Сондықтан бізге сол жақ ыңғайлы негізі. Ішін өте әдемі қылып қойған, өте керемет, прям гүлдерді, жаңдай фрукты, овощ барлығын жоғары жаққа іліп қойған. Прям күшті атмосфера, іші салқын, прям керемет енді. Сатушылар да өте керемет жандар негізі. Бұрыннан сатып келе жатса да, мінездер мүлдем өзгермеген. Сол баяғы қалпында жаңағыдай кірсең болды, сәлемдесіп, әйтеуір әңгімесін айтып, жаңағыдай қарапайым өздері, өте қарапайым кісілер. Біз енді овощ алуға барған кезде папамыз сол кісілермен қалжыңдап ойнайды көбінесе. Ішінде енді жас балалар бар, жұмысшы. Соларға біздің папамыз ат қойып алған ғой, Макси чай деп. Әр балаға сөйтіп Макси чай деп айтады. Олар да енді қалжыңды көтереді. Жаңағыдай әр балада өзі бір қарапайым, сондай керемет балалар. Енді әрқайсысын іздеп тұрамыз. Ана Макси чай қайда, мына Макси чай қайда деп. Керемет атмосферада ол овощнойға барсаңыз. Енді бізде базарды сол кісілер өте көтеріп кетеді. Жаңағыдай бірнеше миллионға сауда жасап кететін. Базардағы саудагерлер ол кісілерді жақсы көреді екен, өйткені базардағы кісілердің саудасын жүргізіп жатқан осы кісілер, негізі бұл кісілердің саудасын жүргізіп жатқан біз. В общем, атмосфера өте керемет, өз үйіңдегідей сезінесің, өз үйіңдегідей әйтеуір жүре бересің, емін-еркін қалауыңша, қанша аралағың келсе де әйтеуір жүре бересің. Мына жерде мен кішкене қателік жасадым. Барлық фруктыларды негізі жумау керек еді. Солайынан салып қою керек еді. Жусаң кішкене құртылады. Бананды да жуып жібердім мен, шын айтқанда. Мінекей барлығы дайын болды, өте әдемі көрініп тұр. Базарға барып келе жатырып, жолда магазинге соқтық, сонымен кішігірім үйге тәтті алдық. В общем, мына жерде бізде печенье, мындай 2790 теңгеге. Ішінде жаңағыдай неше түрлі печенье бар, ассорти. Одан кейін папамыз осындай торт алыпты, медовый, 3450 теңгеге. Одан кейін 2 лепешка алдық, 2 тандыр алдық, жаңағыдай сарағаш. Одан кейін барып паутинка алдық, осындай вермишель. Одан кейін жаңағыдай вафли бізде 1151 теңгеге шығыпты. В общем, и мынандай не алдық, шоколад алдық. В общем, кекс алдық. Бұл 1279 теңгеге шыққан. Осындай біреу алдық. Одан кейін сушки алдық, мынандай біреу. Корона макарон алдық біреу. Одан кейін барып пропеллер дейді. Пропеллер, мынандай біреу алдық. Безеуге қарсы балам неге Алматыда кірді магазинге, сөйтті да мынаны көрді, сөйтіп өзіне мынаны алды. Ал мен өзіме мынандай мицеллярный вода алдым, мынандай үлкен біреуін алдым. Көреміз енді. Бұл енді бізде я самая, негізі мен гарнир алатын. Бұл жолы ауыстырып көрмекшім, мынау қандай болатын көретін боламыз. Өте үлкен, по-моему, бағасы 1000-нан асады, 1130 теңге, білмеймін, в общем. Жаңағыдай чегі үйде жатыр, қазір үйде көрсететін боламын. Мінекей осындай бізде продукты. Айтпақшы, еще не алдым.
ұн алдық мінекей. Ұн бізде Пионер Шымкенттікі высший сорт 10 килограмм алдық осы жолы. Осындай біреуін. Осындай кішігірім не алдық, продукт алдық. Қазір сіздерге Алматтың мектепке алған киімдерін көрсететін боламын. Мінекей мектепке дайындық басталып кетті уже бізде. Кейбіреулері уже ертеде алып қойған шығар, біз енді алып жатырық. Алдыңғы аптада барып алуымыз керек еді. Енді алдыңғы апта бізде қатыстық болғандықтан ешқайда шыққан жоқпыз. Осы жолы жаңағыдай папамыздың демалысын пайдаланып Алматқа кішкене болса да киімдер алдық. Енді көп киім алған жоқпыз. Бізде біраз киімдер бар негізі. Тек қана бізде жаңағыдай ескірген ақ көйлек мысалға бар. Шалбар бар, қысқарып қалған, солардың орнына осындай жаңағыдай шалбар көйлек алып келдік. Бізде біріншіден ақ көйлек осындай, мінекей осындай түрін алдық. Енді бағаларын что-то ұмытып тұрмын, шынын айтқанда бар ғой, 12.000 теңге ма, 11.000 теңге ма. В общем, мына көйлек, тағы да артындағы мына ақ көйлек, жаңағыдай шалбар үшеуі 30.000 теңге болды бізде. Мына көйлекті енді Алматы өзі ұнатты. Маған мына жері ұнаған жоқ, мінекей мынандай полоскасы ұнаған жоқ. Қалған барлығы өте әдемі, жақсы тұрды өзіне. Одан кейін барып, қазір мен рубашкаларды мына жерге қоя берем. Мынау енді бізде інімнің рубашкасы. Өзінің түсі осындай деймін, бір молочный цвет па сондай. Екінші ақ көйлек бізде осындай мінекей. Бұл енді бізде өте қарапайым ақ көйлек. Бұның бағасы, по-моему, 5.000 ба, 6.000 ба тұрады. Өте жақсы ақ көйлек, осындай қарапайым түрінен алдық, болды. Бізде Алмат ондай қатты талғампаз емес, любой киім кие береді. Одан папамыз өзіне осындай майка алды. Осындай майкаға үйреніп қалды и жақсы көреді. Өте жақсы осындай майкалар жандай жаздың күні ыстықтан күшті қорғайды. Қазір сіздерге келесі потокты көрсетем. Келесіде бізде осындай шалбар, кең шалбар. Енді бұның балағын қысқартпаймыз, ештеңке істемейміз, белінде қысқартпаймыз, ештеңке істемейміз. Алматқа құйып қойғандай шапшақ. Белі мынандай, мынандай баумен де байлап қойса болады. Енді мына бауы бізге даже керек те жоқ, байлаудың да қажеті жоқ. Кең и жұқа. Жұқа, өте жұқа шалбар. Бізге қатты ұнады, әсіресе Алматқа өте қатты ұнады өзі. Бірінші жаңағыдай базарға кірген кезде айтты, кең осындай, кең балақты шалбар алам деп. Бізде енді бұның размері, по-моему, 36 шығар, енді 28-36 ашын барады екен. В общем, осындай мінекей фирмасы. Өте жағында этикеткалар көп, арт жағына да барлығына іліп тастай берген. Мінекей осындай шалбар алдық, қарапайым. Және де өзіне осындай спортивка алды. Енді бұл бізде Adidas. Бұл енді бізде оверсайз ретінде жүреді. Асты үстіменен, мінекей трикосы осындай мінекей. Кең балақты қылса да болады, и жаңағыдай қысқартып қойса да болады. Мінекей осындай замогы бар. Жұқалығы нормально орташа мінекей. Енді бұл Индонезия ма, бір жақтан шыққан, в общем. Бағасы, по-моему, 20.000 теңге. 20.000 теңге осындай Adidas. Қазір арт жағын көрсететін болам. Артынан көрсететін болам арт жағын. Арт жағы мінекей осындай. Бұрындары осындай бізде сәнде болған болатын. 90-шы жылдары, 80-шы жылдары осындай сән үлгіде болатын еді. Мінекей қайтадан осылар қайтып келіп жатыр. Алмат осындайдан біреу алды. Мына жерде енді бізде мектепке керекті заттар. Бұл жерде де өте аз. Бізде енді жаңағыдай жол дәптер и математика дәптер үйде де бар. Біз мына жерде 15-15-тен ала салдық. Одан кейін қосымша осындай жаңағыдай не алдық. Общий тетрадь алдық. Ішінде әдебиет, қазақ әдебиеті бар. В общем, химия барлығы бар. Одан кейін мынандай майка алдық. Майка өте жақсы, матасы өте керемет. Прям жұқа майка. Енді бұл созылып кете ма деген ой болып тұр менде. Как-то бір түрлі майка екен. В общем, көретін боламыз. Екеу алдық осындайдан. Мінекей мынандай майка алдық. Негізі жұқалығы өте жақсы. Прям күшті, Алматқа нағыз кететін жұқалық майка. Одан кейін кішкене носки алдық. Үйде носкилері көп. Мынандай чешкилар да бар, мынандай носкилер де бар. Бір-екеуін тағы да қосымша ала салдық. Мінекей осындай біреу. Одан кейін қалам, әшейін простой қалам. Одан кейін барып обложка осындай біреу, өшіргіш, и мынандай замазка, и ручка. Одан кейін мынандай дәптер. Одан кейін мынандай сумка. Мінекей. Сумканы да ешқандай таңдаған жоқпыз. Кішкене қарадық, сөйтіп осындай бір сумка ала салдық. Бағасы, по-моему, 5.000 теңге. Қанша теңге? Сумканың бағасы қанша теңге?
5000 теңге ма сондай, в общем 4000-ға ма сондайға берді. Енді майканың бағасы қанша? В общем, көп киімдердің бағасын ұмытып қалдым, шынын айтсам. Мән бермегеннен кейін ба, в общем, естімедім ба, әйтеуір көбісінің жаңағыдай киімдердің бағасын ұмытып қалдым. Мінекей осындай бізде. Енді бұл жерде неге көп емес десеңіздер, Алмат ондай көп қолданбайды. Ең керектісі простой қалам, ручка, жаңағы өшіргіші и мынандай замазкасы. Линейка бар бізде, циркуль бар, барлығы бар. Бізде тек қана осындай керекті заттарды ғана алдық. Майка ескірген болатын, кішкентай болған болатын, сонымен майка осындай екеу алдық. Носкилер енді жаймен алына береді. Носкилерді үйде өте көп. Былтырғы алған сумкамыз ескіріп кетті, быт-шыт шығып кетті. Далада жатыр ол сумка. 15 000-ға алған болатынбыз, 15 000 бытын шығардық. В общем, биыл осындай өте қарапайым сумка ала салдық. Осындай Алматы сумкаға ондай қатты жоқ, бір таңдап, бір керемет сумка ұстаймын деген ода ондай әңгіме жоқ. Осындай сумка алдық и кітап дәптер сиса болды. Кітап дәптерін арқалап жүрсе болды. Осындай сумка болды. Қазір барлығын орнына қоятын боламыз. Туфлиді көрсететін болам. Макаси туфли деппін ғой. Осындай макаси алдық. Енді макасиден бізде кішкене спор болып қалды. Алмат енді замыш макаси алам деді. Оған біз қарсы болды, өйткені ол макасиді өте ұқыпты кию керек, оны үнемі сүртіп тұру керек. Ол біз жаққа мүлдем келмейді. Сондықтан осындай біреуін алдырттық. Папасы ұрсып осындай біреуін алдыртты. В общем, осындай макаси алдық. Мінекей бағасы. Макасидің бағасы қанша? Білмеймін, ештеңе бағасы. В общем, 12 000 ба, 15 000 ба сондай тұрады, примерно сол 13 000 ба, 15 000 ба тұрады осындай. Бізде Алмат қанша киеді? 42 ма, 41 киесің ба? 42-41 киеді. В общем, осындай бір макаси алдық. Мінекей маған жаңағыдай табан ұнамады, мынандай жері. Мынандай болса мүлдем жаңағыдай алудың қажеті жоқ, өйткені мынау кәдімгідей суды өзіне қарай тартады. И табаны кәдімгідей ауыр болады. Өйткені мен інімде осындай кроссовки бар етін, сол айтатын осындай жері өте қатты жаман. Ну, көреміз енді қандай болатын. Барлығы осындай бізде, енді артық ештеңке алған жоқ біз. Тек қана керекті заттарды ғана алдық. Мінекей үйге келіп, барлығын киіп көріп жатыр. Әсіресе Алматқа шалбар ұнады. Сол шалбарды киіп көргісі келді, туфлимен әрине. Сонымен барлығын киіп көріп, көзі жеткеннен кішкене көңілі орнына түсті. Одан кейін менің пысығым ұстап кетіп, Алматтың столын жинастырып жатырмын. Негізі өзі жинайды. Бұл жерде Алмат енді көп мусорларды тастамаған, сондықтан мен өзім осы жерді жақсылап жинап бермекшімін. Мусорлардың барлығын тастаймын. Алматтан бұл жерде сұрап жатырмын, қайсысы керек емес деп. Енді біраз заттарды алып қалды. Шын айтқанда ешқайсысын тастағысы келмейді. Негізі мен барлығын тастағым келген болатын. Енді бізде дәптер өте қатты көп екен. Шын айтқанда жай ғана дәптер, математика менен жазу дәптері өте көп болып кетті. Одан кейін обложка көп болып кетті. Бұл енді менің қателігім. Алдын ала барлығын есептеген жоқпын, қараған жоқпын. Жай ғана біз базарға бара салдық. Сондықтан не аларымызды білмей базардан әйтеуір қосымша барлығынан ала бергенбіз негізі. Обложка алудың да қажеті жоқ еді, дәптер алудың да қажеті жоқ еді. Тек қана общий тетрадь алу керек еді. Мейлі енді бола берсін, зато 1-2 жылға бізге жетеді негізі. Енді Алмат ондай көп дәптер бізде қолданбайды. Шын айтқанда мектепке апарудың орнына ол мектептен көбінесе жаңа дәптер алып келіп жатады. Мен айтам, мына дәптертердің бәрін қаяқтан алдым десем, жаңағыдай қасымдағы адам берді, бір қыз берді дейді. Көбінесе сөйтіп алып келіп жатады. Мен айтам, жаңағыдай берген адамға қайтарып бер десем, оны ертесінде ұмытып кетеді. Енді қазір үлкен болғаннан мен көп бақылап жүрген жоқпын. Бастауыш сынып оқып жүрген кезде бақылап отыратынмын, кімнен қандай дәптер алып келді. Егер де біреуден жаңағыдай артық дәптер алып келсе, орнына беріп жүретін, қайтадан орнына бер, сен де беруің керексің деп. Қазір енді үлкен болғаннан кейін көбісі қараусыз қалды негізі. 90-ның басында негізі кәдімгідей қалың дәптерге жазады общий. Одан кейін барып жай дәптерге көше бастайды. Әпкелер енді білмеймін, общий тетрадьты ұнатпай ма, әйтеуір жай дәптерге жаза бастайды 90 ортасында. Мынау қандай жазу, айтшы. Мынау қара. Мынау сенің жазуың ба, басқа біреудің жазуы ма? Не жазғансың, құдай, өтірік жазып тастағансың ба? Сіз қарағым мынау.
қандай тілде жазылғанын білмеймін, әйтеуір түсініксіз тілде өзі жазған, әйтеуір өзі түсінетін шығар деген ойдамын енді. Бізде Алмат енді жақсы оқиды, биыл да 8 класста жақсы оқып бітірді, грамота алды, ол жағынан рахмет енді. Сабақ жағынан ештеңке айта алмаймын, кішкене болса да енді сәл тентектігі пайда болған, енді подростық қойғанша дегенменде еліктейді дегендей. Сол жағын енді кішкене түзеп алсақ болды, сонымен ары қарай өзі адам болып кететін шығар деген ойда отырмын. Одан кейін бізде гандболға қатысып осындай медаль алып келген екен бір рет. Білмеймін, әйтеуір жаздың ортасында алды ма, білмеймін, әйтеуір қай кезде алған білмеймін, осы жерден тауып алдым. Мінекей осындай дәптерлер бар бізде. Одан кейін артық ақпараттар да қойып қойғам қосымша, кейбір кезде қолхат жазып беріңдер деп, жаңағыдай каникулға шыққан кезде айтады, сол кезде осы ақпаратты алып, жаңағыдай жазып бере бересің да, кей кезде ақпаратты таппай қаласың, ол да керек болып қалады. Одан кейін кішкентай кезінде соққан жаңағы қағазбен неше түрлі ойыншықтары бар, оларды тастадық. Тастауға бола ма деп едім, иә деді. Одан кейін артық чехолдар, оның барлығы керек емес. Одан кейін ойыншықтар шықты кішкентай, оларды да тастайтын боламыз. Мен айтып отырмын, көршінің балаларына бере сал, өте әдемі ойыншықтар екен, таза, ешқандай сынбаған. Әйтеуір солар ойнасын деп отырмын да. Мінекей барлығын жақсылап реттестіріп алдық. Осындай бізде дәптер пайда болды, өте көп. Одан кейін былтырғыдан қалған қалың дәптерлері бар екен, оларды лақтырған жоқпыз, олар бізге бірнеше жылға жетеді, оның ішінде ережелер бар екен. Мінекей осындай ойыншықтар шықты, одан кейін чехолдар шықты. Бұл чехолдардың мүлдем қажеті жоқ, жаңағыдай китайский сайттан берген болатынбыз, басқасы келді, сонымен бұлар қалып кетті. Мінекей осыншама дәптерлер шықты, бұлардың барлығын енді фазендаға апарамыз ба деген ойда отырмын, сол жаққа жаңағыдай жіберу керек. Одан кейін осындай мусор пакет шықты, осы мусорға барлығын салып жатырмын. Одан кейін жаңағыдай Беги магазиніне барған болатынбыз, базарға барғаннан кейін сол жерден продукт алдық. Мінекей осы чегі бізде продукттың бағасы 19.581 теңгеге шықты. Шын айтқанда не алғанымызды білмейміз, әйтеуір кішкене ғана алған сияқтымыз, осыншама ақша шығып кетті негізі. Мінекей барлығын жақсылап реттестіріп, алған заттарды орнына қойдық. Енді бұл жерде жетіспей тұрғаны кітап. Негізі оқудың жаңағыдай аяқ жағында беру керек еді. 8 класты бітіріп болғаннан кейін 9 класстың кітабын бізге беру керек еді. Бұл жол енді алмадық, енді августте беретін шығар деген ойдамын. Балам енді сөйтіп айтты, Алмат бізде. Негізі жаңағыдай маған оқудың жаңағыдай соңында берген жақсы болар еді. Кішкене болса да реттестіріп қоятын, өйткені бізде көбінесе ескі кітап береді, енді бұл жол қандай кітап беретіні білмеймін енді. Бізде енді класс жетекші кішкене ауысты, декретке кетті, енді жас мұғалім беретін болады бізге. Сондықтан сол жаңағыдай кітап берілмей қалды ма деген ойдамын. Негізі өзінің класс жетекшісі болса баяғыда алып беретін еді сол кітапты. Но енді көретін боламыз, қалай беретін, қандай кітап келетін. Жыл сайын бізде ескі кітап келеді, мен барлығын реттестіретін, ішіндегі парақтардың барлығын қайтадан орнына қоятын, көбісі жыртылып, орнынан ауысып кеткен парақтар болатын, сыртын реттейтін, скотчтап, сыртын жақсылап сүртетін, реттестіріп қоятын. Бұл жолы енді білмеймін, көретін боламыз. Видеом енді аяғына келіп жетіп қалыпты. Видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Кішігірім видеоның соңында үзінді қоятын болам, ол бізде озвучкасыз болады. Кездескенше.